бірінші А әрпін алған сізге бірінші топқа ала беріңіз. Келесі А тобы бірінші топ. В екінші топ. Бастадық. Жоқ, ортасынан алмайсыз, папа деп. Үшінші С тобы. Келесісі. А, Б, С әдісі арқылы үш топқа бөліндіңіздер. Енді бұл жердегі А деп тұрғанымыз сұрақ қоюшы топ болады. В деп тұрғанымыз сұраққа жауап беретін топ болады. С деп тұрғанымыз екі топтың сұрағын саралап, дұрыс айтылды ма, айтылмады ма тексеріп отырып, сол жауабын айтып беретін топ болады. Саралап байқап отырсыздар. Үш дәрістермен түрлері оқу дағдысын қалыптастырады. Мұғалімдердің алдына қойылып отырған басты міндет ол әдіс тәсілдердің үнемі жетілдіріп отыру. Жаңа педагогикалық технологияны түрлі форманы меңгеру. Сабақтарымызға қатысып жүріп қой бәріміз. Біз топтық жұмысты, жұптық жұмысты ортасынан былай қарай жұмсаймыз ғой. Сол сабақтың қорытындысына, сабақтың соңына қарай не аламыз, пайдаланамыз. Негізі топтық жұмысты сабақтың басында, жаңа сабақты бастаған кезде топтық жұмыс жүргізу керек екенбіз ғой. Оқушылар жақсы ашылу үшін топтаса отырып жаңа тақырыптың мазмұнын ашу үшін топтық жұмыс сабақтың басында болу керек. Одан кейін топтық жұмыс бергенде мына топта отырады да, Гауһар, Гүлжан сөйлейді, қалғандар тыныш отырады жұмыс істеуге. Міне сол үшін топтық жұмыстағы 5 адаммен шектейсіз. Олар топ басшысының міндетін алады. распределитель роли. Біреуі баяндап айтып тұрады, біреусі хатшы болып жазып отырады, біреусі уақыт бақылап отырады. Ол неге уақыт бақылайды? Өйткені келесі сабақтарда да 1 минуттың ішінде сөз оқуым керек деген уақытты шектейді. 5 минуттың ішінде мен өзімдік жұмысымды істейін деген уақытқа үйренеді екен бала. Мына уақыт шектеуші бала. Ол құр қарап тұрмай, келесі жұмыстарына да өзіне қасиет пайда болады. Жаңағы өзіне міндет алады. Бақылаушы да міндет алады. Міне бақылаушысы бар ғой. Олар да міндет алады. Сөйтіп, бесеуі де жұмыс істеген кезде, мен жаңағы сен абай айтасың, ашылып тұрады. Сол топтық жұмыстың арқасында ашылмай жүрген оқушылар ашылады екен. Біз бірінші жаңа сабақты түсіндіреді екенбіз. Топтық жұмысты олар түсініп болғаннан кейін, түсініп болғаннан кейін сабақтың соңына қарай жүктік жұмысты қояды екенбіз. Негізі оқушыны басында ашып алу үшін жаңа сабақты меңгеріп түсініп алғаннан кейін ол уже жеке жұмыс жасай алады ғой. Сондықтан оқушыны жеке жұмысты ең соңына қарай қалдыру керек екенбіз да, топтық жұмысты жаңа сабақты бастаған кезде үлкен біз көбіне уақытты жеткізе алмай, топтық жұмыста, жүктік жұмыста уақыт жеткізе алмай, басындағы шейін жеке жұмыспен өткізіп аламыз да сабағымыз қызықты болмай қалатын сондықтан екен. Бірінші сабақты жаңадан бастағанда топтық жұмысты жіберіп, топтық жұмыс әдемі көрінеді ғой. Одан кейін барып жүктік жұмысты жіберіп, одан кейін барып оқушы түсінді деген кезде ғана жеке жұмысқа көшуіміз керек екенбіз. Учитель. Обычный текст. Білім ала қоймайды. Бұл жерде де балалардың бәрі бір сөйлеуден жарқысын оқып беремін. Ата-ана мен үшін керемет жандар. Олар балалардың тәрбиесіне және өміріне белсенді қатысады. Ата-анамыз мейірімнің балаға қуат береді. Біз ата-анамыз сыйлауға біздің парызымыз. Себебі ата-анадан артық жанашыр жан жоқ.
білім алып қатар тәрбие тәрбие өнеге алады. Мектептің өз ережелері бар, оны сақтау әр оқушының міндеті. Мектеп кеме білім теңіз дегендей, мектепте жағдай болып көріп, таудай болып шығасың. Мектеп әр адамның өміріндегі алғашқы бастаудағы. Составить ключевые слова на тему «учитель». Мы предлагаем детям слова «учитель», «объясняет», «играет», «отдает часть себя». Из этого дети уже составляют текст. Мы составили небольшой текст, у нас получился: учитель — это не просто профессия, а настоящее призвание. Хороший учитель не только объясняет, но и вдохновляет. Учитель играет огромную роль в нашей жизни. Быть учителем значит отдавать часть себя другим. Жалпы тиімді әдіс-тәсілдерді қолдану нәтижесінде оқушының сабаққа қызығушылығы артады, нақты өз деңгейінде бағаланады, жеке қабілеті айқындалады, өз ойын ашық, қысылмай жеткізе алады, қиялы ұшқыр, мақсаты айқын болады, ой шапшаңдығы, сөз байлығы молаяды, өз бетімен жұмыс істеуге үйренеді. Сыныптағы 17 оқушының 12-сінің оқу дағдысы, жазуы қалыптасқан нормада және түсініп оқиды. 5 оқушы буындап жай қосады. Жалпы сыныптың оқу дағдысы қалыптасқан, білім сапамыз 70% құрады. Оқу жылының соңына дейін біздегі жетістік осы. Жалпы оқушыларға графикалық модулін сызу арқылы тақпақтар жаттатамын. Балалар тез қабылдап жаттап алады. Сыныптың үстінде 5 минуттың ішінде жаттау әдісі. 5 минутта балалардың бәрі түсініп тез түсінеді. Және сол графикалық сызу арқылы мен мәтінді де балаларға беремін. Мәтінді де жалпы сөздердің суретін, графикасын салу арқылы мәтінді де жақсы меңгеріп, түсінік айтуға жақсы қалыптастыратын тиімді бір әдіс. Сонымен қоса, мәтінді оқып болғаннан кейін түсінігін сұрайды ғой. Сұра деп беріледі ғой тапсырма. Соған мен мәтіннің бастапқы жағындағы бір сөз есіңде қалса тақтаға жазып қоямын. Ортаңғы жағындағы сөз есіңде қалса тақтаға жазып, соңғы жағындағы сөз есіңде қалса тақтаға жазып, ал енді осыдан есіңе түсіріп, мәтінді басынан бастап айтып бер деп балаларға жеке-жеке тақтаға шығарып сұраймын. Айтып қойған сөздерін тақтадан өшіріп отырамыз. Бұл мына сөзбен уже сөйлем айтып қойдың, енді келесі сөзді айтпа қой дегендей балаларды жетелеу сұрақтарын береміз. Келесі тағы спиральді оқытудың да тағы бір тиімді жолы, спиральді әдіске салып, бірнеше сөздерді жасырамын. Сыныптың ішіндегі, бөлменің ішіндегі сөздер болса да, сөйтіп ол сөздерді шетінен біртіндеп өшіріп отырамын. Бірақ өшірсем де сол сөздерді балалар айту керек. Өшіріп ең соңында тақтада дым қалмайды, бірақ балалар түгел сөзді есте сақтап айтып шығады. Есте сақтауын қалыптастыруға арналған бір тиімді әдістің бірі.